Сәлем қымбаттыларым, қош келдіңіздер Модна Тренд каналына. Сіздермен бірге сән стилисті Мадина Амандыкова. Бүгінгі талқылайтын тақырыбымыздың бірі сән әлемінде 2024 жылы сәндік комбинацияларды бірге талқылайтын боламыз. Менің басқа да видеороликтарымды жіберіп алмау үшін міндетті түрде қазір маған тіркеліп, лайк басып, менімен бірге болуларыңызды ұсынамын. 2024 жылғы көктем айларында шабдалы былғары түсті әлем ойында туды. Ол түс өте нәзік, оранжевый мен розовыйдың ашық түсін белгілейді. Өздеріңіз білетіндей, әйгілі институт аналитиктерінің бірі Pantone компаниясының осы 2024-тегі ұсынып отырған түсінің бірі осы шабдалы былғары түсі болады. Өте нәзік түс. Ол түстің негізгі басты идеясы нәзіктік, сенімділік, сезімділік, өзіңе деген, қоғамға деген қамқорлықты белгілейді. Менің сіздерге кеңесім осы түстен, осы палитра түсінен өздеріңізге образдарды жинауға кеңес беремін. Қазір сіздерге видеороликта ұсынатын образдарды өздеріңіз көріңіздер. Мен сіздерге соларды бір шолып өткіземін. Тағы бір айтатын жайт, бұл түспен әсемділікті, әдемілікті өте ерекше етіп бейнелеуге болады. Жаз болсын, көктем болсын, бұл түспен сіз керемет көріністе боласыздар. Сондықтан бұл образдардың бірін өздеріңізге сақтап алыңыздар. Қымбаттыларым, бұл түс әйел адамға, қыз келіншектерге алдағы маусымдағы көктем жаз маусымдарына керемет түс. Көйлек кисеңіздер, әдемі атласовый ұзын көйлек, рубашка, шортик болсын, шалбар болсын, әртүрлі образда, әртүрлі көріністе өздеріңізге неше түрлі стильді образ жасауға болады. Лайк басып, комментарий жазып, маған тіркеліп, алдағы уақытта сіздермен бірге қандай тақырыптар талқылайтынымызды жазып, менімен бірге әрқашан болыңыздар. Қысқа да, нұсқа да соңғы түстердің трендта болып жатқан ақпараттарды мен сіздермен бөлістім. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған сән стилисті Амандыкова Мадина.